Сәлем көрермендер, сіздермен мен әділет ағайларыңыз, және бүгінгі осы видеода қызықты деген тақырыптар қозғайтын боламыз. Ең бірінші тақырыбымыз ол бізде империя дәрежесіне жетер-жетпес қазақ хандығы мықты бола тұра қалай тәуелсіздігінен айырылып қалды. Екінші, Ресей отарлау кезінде ол қалай отарлады, әскери күштен бөлек қандай жасырын саясаттар қолданды. Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Біз сіздермен бірінші тақырыпқа тоқталып кетеміз. Ол бізде әрине бізде неге қазақтар мықты империя дәрежесіне жетер-жетпес хандық бола тұрып, қалай тәуелсіздігінен айырылып қалды? Неге айырылып қалды? Осы сұрақтарға тоқталып кететін боламыз. Жалпы қазақ хандығы неге империя дәрежесіне жетер-жетпес деп отырмыз? Себебі әскери жағынан және аумақ жағынан өте алып және де өте мықты мемлекет болды. Әскери жағынан мысалға геосаяси жағынан өте жақсы қолайлы жерде орналасқан болатын. Азия мен Европаны байланыстыратын бір көпір болды деп айтуға болады. Ал әскери жағынан мысалға бізде 1511-18 жылдары билік еткен Қасым ханның тұсында қазақ халқының саны 1 миллионнан астам еді. Және осы 1 миллионнан адамның 300 мыңы егерде ел басына қауіп төнген кезде қолына қару алып, әскери адам болуға дәрежесі жеткен болатын. Яғни 300 мыңдей бізде әскер болған еді. Сол кездегі Орта Азиядағы ең әскери күшті мемлекет бізде қазақ хандығы болды. Енді осы Орта Азиядағы ең мықты күш бола тұрып, біз қалай әлсіреп қалдық, қалай тәуелсіздігімізден айырылып қалдық дейтін болса, ең бірінші себебі ол бізде ішкі алауыздық болған еді. Өкінішке орай бізде билер, сұлтандар, әсіресе сұлтандар бізде билік үшін күресі жиеленіп кеткен болатын. Біз бағана айтып кеттік, геосаяси жағынан біз өте қолайлы жерде орналастық. Бізде Европа мен Азияны байланыстыратын көпір болдық. Бірақ та қандай жақты ыңғайлы жерде орналасқанымызға қарамастан, біздің шығыстағы ата жауымыз болды, ол бізде жоңғарлар орналасты. Оңтүстік шығысымызда бізде қытайлар, оңтүстігімізде Хиуа, Бұхар, Қоқан хандықтары, және солтүстік батыста бізде ресейліктер мен башқұрт халықтары орналасқан болатын. Және барлықтарымен біз кезінде соғысқан болатынбыз. Мінекей, яғни бұның барлықтары бізде геосаяси қысымы қатты болған болатын. Бұл да бізде қазақ хандығының сол кездегі әлсіреуіне алып келген болатын. Және енді үшінші және негізгі себептердің бірі ол бізде өкінішке орай тұрақты биліктің болмауы. Бізде қазақ хандары болды, хандар билік етіп отырды. Бірақ та бізде 300 хандар болды. Мысалға кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан дейміз, орта жүздің ханы Сәмеке хан дегендей. Және де бізде осы әрбір жүздің хандары ұлы хан, яғни 300-ді билейтін ханға өзінің кандидатурасын ұсынып, өздері хан болғысы келіп, солай таққа таластар пайда болған болатын. Бұған мысалға бізде 1730 жылы Аңырақтай шайқасында Болат хан қайтыс болған еді. 300 ханы Болат хан қайтыс болды. Соның нәтижесінде бізде Сәмеке хан мен Әбілқайыр хан таққа таласқан болатын. Бірақ та екеуі де таққа отырмай, Әбілмәмбет таққа отырған кезде екеуі өз әскерін алып кетіп, өз жерлеріне, жүздеріне кетіп қалған болатын. Бұл да бізде сол кездегі қазақ хандығының әлсіреуіне алып келген болатын. Және бұндай оқиғалар тарихымызда өте жиі кездеседі. Және енді келесі екінші тақырыбымыз ол бізде ресейліктер қазақ жерін отарлаған кезде әскери күштен бөлек ол қандай жасырын саясатпен отарлаған еді, қалай өзіне қосып алды, осы сұраққа жауап беретін боламыз. Ең алдымен көпшілікке барлығына мәлім, бізде қазақтардың көмегімен әскери күшпен біраз территорияны, Қазақстан территориясын өзіне қосып алған болатын. Бірақ одан бөлекте бізде Ресейдің экспансиясы басқа да жасырын саясатпен жүрген еді. Ең алдымен бізде нені айтамыз? Жалпы Ресейдің экспансиясы бізде 18 ғасырдан басталады деп айтамыз. 1716 жылы мысалға бізде Жайық, Ертіс өзендер бойында бекіністер салынып бастаған болатын. Және де бізде ресейліктердің жүргізген ең бір нәтиже көрсеткен саясаты ол бізде разделяй и властвуй. Яғни қазақша айтқан кезде бөліп алда билей бер деген тактикасы өте жақсы нәтиже көрсеткен болатын. Яғни бұған дәлел бізде 1731 жылы кіші жүздің аумағы қосылды, 1740 жылы орта жүз, және де кейін 19 ғасырда бізде 19 ғасырдың ортасында ұлы жүздің территориясы Ресейдің қамқорлығына, яғни бодандығына өткен болатын. Мәдени отарлау болды. Яғни мәдениетке не жатады? Оған бізде тіліміз жатады. Және де осы жерде дін арқылы бақылау қазақ жерінде өте қатаң жүрген болатын. Бізде бастапқы уақытта Ресей үкіметі қазақ жерін, әсіресе кіші жүздің территориясын өзіне қосып алғаннан кейін бізде Орынбор муфтариятының негізін қалаған болатын. Сол арқылы Қазақстан жеріндегі ислам дінін толығымен өзінің қол астында бақылауында ұстаған болатын. Және де келесі орыс қазақ мектептері ашылып бастады. Және де тіпті қазақ мектептерінің өзінде молдалардың өзі бізде 1870 жылдан баса орыс тілінің негізін оқыту міндеттелген болатын. Міне, осы арқылы бізде ділімізді және де тілімізді өз бақылауында ұстаған болатын.
Енді осы нәтижесіне тоқталып кететін болсақ, қазақ хандығының әлсіреуі нәтижесінде не болды? Барлықтарыңызға мәлім, 18-19 ғасырда бізде кіші, орта және кейіннен ұлы жүз Ресей бодандығына өтіп кеткен болатын. Бұған бізде мысалға Елизавета, Анна Иоанновнаның мадақтама хаттары дәлел болып табылады екен. Ал енді құрметті көрермендер, әсіресе оқушылар, дәл осындай тарихымызда болған қиын оқиғаларды қызықты әрі тез біліп отырғың келсе, онда менің тегін видео сабақтарын қарасаң болады, және одан кейін біліміңді бекіту мақсатында шексіз әрі тегін тест тапсыра аласың. Ал оның бағыттарына досып алғың келсе, төмендегі сілтеме арқылы біздің қосымшаға тіркеле кет.